Баршаңызға сәлем. Мен бүгін мынандай тақырып қозғайын дегем, білім туралы, білім саласын, білім бізде неге сапалы берілмейді деген секілді. Неге біздің мынау жай мектептердің программасын неге өзгертпеске? Мынау ништан несі жаман, ол жерде оқитын балалардың не кінәсі бар? Сондай ништегіндей неге білім алмайды? Ниш қана емес, мінекей қарасаңыздар, мынау КТЛ дейді ғой, Казахско-Турецкий лицей деген сияқты программалар неге енгізбейді? Неге біздің мектептерге робототехника деген мынандай қазіргі заманауи пәндерді неге кіргізбейді? Сондай сұрақтарым бар мен білім министрлігіне. Қарасаң енді мынау алдыңғы жылы олым 11 бітірді, сол кезде біз мынау ЕНТ-ға дайындау үшін тағы да қосымша бердік оны оқуға. Сол кезде сұрайсың ғой, әрине сұрақ болады ғой. Сенде қалай мынау мектепте оқып жатыр ма? Сендерде осы мынау ЕНТ-да болатын сұрақтарға десең, математика болсын, тағы да басқа пәндер болсын, жоқ дейді. Бірде-бір несі жоқ дейді. Даже намек жоқ дейді ондай нәрселерге оқығанға. Сонда біреудің шамасы келмесе, сондайға оқытуға. Шүкір енді баламыз неге грантқа түсті, өз біліммен оқып. Ал басқалары сондай курстарға бере алмасашы, ол курстың бағасы 100-ден астам айына төлеп отыру керек. Оған жетпесе сол кезде ЕНТ-ні ол тапсыра алмайды. 100%. Өте төмен бал алады. Содан кейін не істейді? Білім болмайды, не істейді? Ары қарай дами алмайды. Сол үшін де мынау мектептің программасына, мынау ЕНТ-да болатын сұрақтар болсын, сондай деңгейде оқыту керек онда. Сосын ғана біздің қоғамымыз дамиды. Білім болмаса ешкім дамымайды. Басқаратын адамдар ғана болады, сосын құлдар ғана болады. Болды. Мен түсінгенім бойынша біреулерге құлдар ғана керек. Жұмыс істейтін қара күш, обслуживающий персонал дейді ғой, сондай ғана керек. Бітті. Сол үшін де қазақ халқым, қазақстандықтар, балаларыңызға білім беріңіздер. Болашақ білімнің артында ғана. Білім болмаса болды. Балаларыңыз өскесін жылайды. Әке-шешем маған неге білім бермеген? Білім керек еді ғой деп.